23 сәуір дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күні. Осыған орай өңірлік кітапханада кітап шоу республикалық фестивалі өтті. Оқырманын кітап сүйуге баулайтын шарада түрлі басылым көрмелері ұйымдастырылды. Жиын соңы ақын Мұзафар Әлімбаевтың 100 жылдығына арналған конференцияға ұласты. Онда балалар әдебиетінің жанашыры жайында естеліктер айтылды. Саналы ғұмырында балаларға арнап жазған өлеңдері үшін тұңғыш мемлекеттік сыйлықты иеленген ұлт тұлғасы жайында өңірлік әдебиет майталмандары пікір білдірді. Мұзафар Әлімбаев қазақ әдебиетіндегі үлкен тұлғалардың бірі. Соның ішінде балалар әдебиетіне көп еңбек сіңірді. Кейінгі буын енді жаттап жатыр, ал ілгері буынның балалары осы Мұзағаңның өлеңдерін оқып ержетті. Мұзағаң ақындығымен бірге үлкен қайраткер адам болды. Мынау Балдырған дейтін журналда ұзақ жыл басқарды.